Үш аю ертегісі. Ертеде үш аю өмір сүріпті. Олар ормандағы үйде тұрыпты. Аю әке, аю ана және кішкентай қонжық. Бір күні олар таңғы асқа ботқаны пісірді. Оны тәрелкеге салып, ботқа суығанша орманға серуенге шықты. Осы уақытта үйдің жанында кішкентай қыз бала өтіп жатқан екен. Оның аты Маша. Ол үйді көріп, терезеге қарады. Есік ашық тұр екен. Маша үйге кіріп, үстелдегі ботқаны көрді де қуанып қалды. Маша үстелге отырып, таңғы ас іше бастады. Ең бірінші, ол аю әкенің тәрелкесінен ботқаның дәмін көрді. Бірақ ботқа өте ыстық болды. Одан кейін ол аю ананың тәрелкесінен ботқаның дәмін көрді. Бірақ сол тәрелкеде ботқа өте суық болды. Онда Маша кішкентай қонжықтың тәрелкесін алып, ботқаның дәмін көрді. Ботқа не ыстық емес, не суық емес, дәл жеуге келеді екен. Ботқа оған сондай ұнады. Ол барлық ботқаны жеп қойды. Таңғы асты ішіп алып, Маша шаршағанын түсінді. Ол аю әкенің орындығына отырды. Бірақ бұл орындық тым қатты болды. Одан кейін ол аю ананың орындығына отырды. Бірақ ол тым жұмсақ болды. Онда ол кішкентай қонжықтың орындығына отырды. Бұл орындық не қатты емес, не жұмсақ емес. Машаға отыруға жақсы келеді екен. Бір уақытта Машаның ұйқысы келді де, ол аюлардың жатын бөлмелеріне көтерілді. Ол басында аю әкенің кереуетіне жатты. Бірақ ол бас жағында тым биік болды. Одан кейін ол аю ананың кереуетіне жатты. Бірақ ол аяқ жағында тым биік болды. Онда ол кішкентай қонжықтың кереуетіне жатты. Оның кереуеті Машаға дәл келді. Маша жайлы жатып, ұйықтап қалды. Осы уақытта аюлар таңғы ас ішеміз деп үйге қайтып келді. Менің тәрелкемнен кім тамақ ішті? Деп сұрады аю әке. Менің тәрелкемнен кім тамақ ішті? Деп сұрады аю ана. Менің тәрелкемнен кім тамақ ішіп, бәрін жеп қойды? Деп сұрады кішкентай қонжық. Аюлар үйге біреу кіріп, кішкентай қонжықтың ботқасын жеп қойғанын түсініп, жан-жаққа қарай бастады. Кім менің орындығымда отырды? Деп сұрады аю әке. Кім менің орындығымда отырды? Деп сұрады аю ана. Кім менің орындығымда отырды? Деп сұрады кішкентай қонжық. Одан кейін аюлар жатын бөлмеге көтерілді. Кім менің кереуетімде ұйықтады? Деп сұрады аю әке. Кім менің кереуетімде ұйықтады? Деп сұрады аю ана.
Кім менің кереуетімде ұйықтап, әлі де жатыр? Деп сұрады кішкентай қонжық. Қонжықтың дауысын естіп, Маша ұйқыдан оянды да, орнынан тұрып, терезе жаққа қарай жүгірді. Маша қатты қорыққанынан терезеден секіріп шықты. Одан кейін аюлар Машаны ешқашан көрген емес.